Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен жауырын сүйегінің анатомиясын талдайтын боламыз. Жауырын ол бізде скапула деп аталады. Бұл бізде сыртқы беті, және екінші бізде ішкі, яғни қабырғалық бетін ажырататын боламыз. Жауырынның үш қырын ажыратамыз. Маргомедиалис, медиалды қыры, латеральды қыры, яғни жиегі деп айтсақ болады, марголатералис, және жоғарғы жиегі маргосупериор. Және үш бұрышын ажыратамыз. Ол жоғарғы бұрышы ангулюс супериор, төменгі бұрышы ангулюс инфериор, және қомақтылау келген латеральды бұрышы ангулюс латералис. Сыртқы бетінде бізде қылқан орналасады, спина скапула. Ол ең соңында акромиондық өсіндімен аяқталады. Процессус акромионис. Қылқаны бізде жауырынның сыртқы бетін екі шұңқырға бөледі. Ол жоғарда фосса субспината, қылқан үстілік шұңқыр, және қылқан астылық шұңқыр фосса инфраспината. Қабырғалық бетінен қараған кезде бізде фосса субскапулярис, скапулярис, яғни жауырын астылық шұңқыр орналасқан. Және де жоғарғы қырында тілікті көреміз, инцизура скапула, жауырындық тілік. Сонымен қатар құстұмсық тәрізді өсінді процессус кракоидеус байқалады. Және тоқпан жіліктің басымен буын құрайтын буындық ойысы болады, кавитас глиноидеус. Және одан төмен жауырын мойны колюм скапуланы байқаймыз. Акромиондық өсіндіде фацис артикулярис акрони, яғни буындық бет орналасады. Ол бізде бұғана сүйегінің акромиондық ұшындағы буындық бетпен буын құрайды. Бұғана сүйегі клавикула деп аталады. Оның денесі корпус клавикула, және екі ұшы болады. Бірінші төс сүйегімен байланысатын ұшы экстремитас стерналис, және жауырынның акромиондық өсіндісімен байланысатын ұшы экстремитас акромиалис. Ішкі бетінен қаратын болсақ, төс сүйегімен байланысатын ұшында бізде буындық бет орналасады, фацис артикулярис стерналис деп аталады, және төменгі бөлігінде қабырға бұғаналық байлам бекитін батыңқы импрессио лигаментум костоклавикулярис орналасқан. Акромиондық ұшы үлкенірек қомақтылау болып келеді, және ол жерде жауырынның акромиондық өсіндісімен буын құрайтын буындық беті фацис артикулярис акромиалис болады. Одан төмен құстұмсық бұғана байламының бұдыры тубероситас лигаменти клавикулярис, және де сол бекитін сызығы линия трапеция болады. Және одан төмен төмпешік туберкулум короноидеум деп аталатын төмпешік орналасады. Сонымен қатар жүлгелер орналасқан. Сулкус мускули субклавия деп аталады.